себестоимость 2800 теңгеге шығады. Себестоимость 2800 теңге шығады. Гелимен қосқан кезде. Бұны қанша теңге сатасың? 5000. 1,5 миллион. Таза пайда. Таза пайда 1,5 миллион. Бұл жер кесесін білмеймін, просто мен өзім үшін ғой, айтқым келіп тұр. Бір заказ беремін, ең үлкен чек қандай сендерде? Ең максимум чек? 1500 шарик болды. 1500 шарикқа болды. Бартыңызға қайырлы күн, құрметті достар. Іскердің жаңа шығарылымы. Көбісі менен сұрайды, қай бизнесті аз ақшамен бастауға болады. Бүгін сіздерге осындай бизнес түрімен таныстыратын боламыз. Бұл бизнестің иелері айтқанда ауадан ақша тауып отыр. Нақтырақ келетін болсақ, шарға ауа үрлеу арқылы. Сондықтан осындай бизнес сіздерге қызық болса, бізбен бірге болыңыздар. Айта кететін нәрсе, каналға подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кеттік. Құрметті достар, бізге шар бизнесімен таныстыратын Дәулет. Біз қай жердеміз және қайдан келді осындай идея шармен айналсам деген? Баршаңызға сәлем достар. Бұл праздник магазині. Дәл қазір Жарокова көшесі, Жарокова 221-де Алматы қаласында праздник магазинде тұрмыз. Жалпы шарик ашу идеясы өзім досым бар. Мако деген гүл сатады. Негізі выпуск бар бізде Марко Flowers деген. Иә, ол Макомен түсірілген айтпақшы. Мако деп күлетіні бар еше десең. Короче, Макомен жүрдім. Мен бұған дейін 4-5 бизнес жасадым да. Содан кейін Макомен жүрдім, не бизнес тағы ашсам болады, не бизнес жасасам болады деп. Сосын, может, гүл ашам деп оған бардым. Гүл ашып алсай, басқа несі ашса деп, направление бұл жүрді. Сосын айтты, давай кішкене адамдар жинайық, которые бізге үйрететін адамдар жинайық, білім беретін адамдар жинайық, бізге үйрететін адамдарды қасымызға көбірек қосайық, и содан ақыл сұрақ деді. Шарикпен айналысатын адамдардан. Сөйтіп жинадық, и шарик бизнесінің вообще плюстары өте көп екен. Минустар бір 2-ақ қана минус бар, который қазір айтып беремін чуть позже. А в основном тек плюстар да. И содан кейін шарик бизнес маған ұнай бастады. Негізі бұрында шарикпен айналысады десең, бір орыс апайлар, орыс ағайлар андай ғой. Добрый вечер, проходите дейтін татешкалар. Сонда елестейтін ғой. А қазір шарик бизнес дегенде свадебный салондарда көбінесе болған сияқты, шариктар, иә? Свадебный салон и шарик магазин негізі өте көп екен, негізі. Бар екен Алматыда. Бірақ біз байқамағанбыз, короче. Айналыспалсың байқамағанбыз. Но короче, идея сол жерден келді. Плюс-минустарын сразу зерттедік, қанша ақша салу керек, қанша айда болсаң қайтатын бәрін есептедік. Бизнес түрі ұнады. Сонымен поставщиктар іздей бастадық. Бізге шарик беретін поставщиктар іздей бастадық, гели іздей бастадық. Сонымен болды, место аштық. Сонымен шүкір Алла, уже бастап кеттік. Так, минимально осындай шар магазин ашу үшін қанша қаражат керек? Дәл осындай или вообще шарик магазин ашу үшін? Минимально, самый минимально. Енді бастап отқан адамға кішігірім бүйтіп ашу үшін қаншаға қаражат керек? 1 миллион жетеді. 1 миллион жетеді. Толықтай бастап кетуге 1 миллион жетеді. 1 миллион даже ол. Закуп кіре ме оның ішіне? Иә. Закуп кіреді. 1 миллионға осындай тауар толтыруға болады да, осы жартысын толтыруға болады да, сен уже заказдарын жібере бересің. Бастапқы заказдарды 1 миллион теңгемен бастап қабылдай беруге болады. 500 мың де болады, 300 мың болады да, просто ассортименттің көбірек болған сайын сен клиенттерің де көп болады, заказдарың да көп болады да. И 1 миллион это самый ортаға бағалы. Осындай бизнес ашу үшін, шар магазин ашу үшін неден бастауымыз керек? Пошагово түсіндірсең. Бірінші калькуляциядан бастадым осы бизнесті, екіншіден поставщиктерден. Поставщиктарды іздеу қиын болған жоқ, себебі Алматы қаласында поставщиктер бар екен. Барып контрактқа договор қол қойып, бірі официальный магазин, бірі неофициальный магазин. Кәдімгідей ол керек болса айтып түсіндіріп бере аламын. Сол поставщиктерден болды. Сосын гели іздедік. Гели, оказывается, қаласына жоқ екен, ол тек Россиядан келеді, сол үшін Россияның поставщиктеріне шықтық. Я уже помещение іздей бастайсың, Инстаграм ашасың, рабочий ала бастайсың, сосын рабочий бар, бұл жерде мысалы кексесен істей берсе дейтін бизнес емес бұл ше. Андай кәдімгідей алып оқытасың. Кәдімгі адамды алып оқытасың, аэродизайнерға оқыттым, 150 мың теңге сотрудниктерін оқыттым. Бар бір аптаға 150 мың төледім да. Но зато уже сен клиенттерге качественный шарик бересің соның арқасында. Сол мамандық иесі бар, сондай курс оқылады, аэродизайнер. Аэродизайнер болады. Түсінікті. Одан кейін уже бастай берсе болады. Бизнес бастай берсеңіз болады. Да. Қара, мына главный шығын ғой, бұл жақта шығын бар ғой шариктің өзінде. Мысалы, клиент отказ берді дейікші бір шариктардан, да? Сол шариктарды қалай қолдануға болады? Уже үрлеп қойдың, ішіне гель ұрып қойдың, оны қайдан қолданасың ба? Ондай кезде контент дейді. Контентке лақты жүреміз. Ну, ондай шүкір Аллаға болған жоқ, бірақ басқа бұрынғы бизнестарда болған. Вообще шарик қатшы жоқ, бірақ ондай кезде мен мына шарикті мысалы басын ашатын кезде өзіңнің фотоларың болу керек, өзіңнің видеоларың болу керек. Өзің контентің болу керек қой, Инстаграм салатын. Сол кезде мен бастапқы бір баллонда минусқа кеттім да. Чтобы мен видео түсіріп алу үшін өзіме. Алдын контент жасап алдың, иә? Контент жасау керек, Инстаграмға салу керек қой, адамға көрсету, бізде осындай товар бар, осындай товар бар деп. Вот дәл сол сияқты, егер вдруг болашақта құдай сақтасын болып жатса, контент қорып жібереміз. Негізі ол шарикті қайтадан қолдана алмайсың. Қолдана алмайсың никак. Өйткені ауа ішіне кіріп кетті, ол болды. Ішіне кіріп кетті, сондай.
Сендердің басқа шарик магазиндардан айырмашылықтары қандай? Біздің шарик магазинінің ең басты мақсаты, мен ашқан кезде никогда не говори нет айтқанмын, типа қандай заказ береді, сен клиенттің көңілін қалдырмау керексің. Бізде ондай жоқ. Сен хотя бы оның аналогын беру керексің. Например, мынандай спайдермен деген бола ма, мынандай бар ма, сен спайдермен, бірақ басқа фигурасын қойып тауып беру керексің. Сосын біз кез келген объемда жасаймыз. Көп шарик магазиндер объеммен жұмыс істеу қорқады. Объем деген мысалы уже 2 концерт опытым бар мен. Концерт балуаншылықта үстінен бар ғой шариктер түсіргем. Шариктер үлкен концертте аспанда шариктер түседі, сондай 1500 шарик 2 рет түсіргем. Ол мен вообще өзім интерес қоладым. Алматыда бір-ақ магазин жасалады екен, который 10 жылдай уже жұмыс істеп жатқан орыс кісілер қорықпай істейді. Қалған вообще магазин жасай алмайды. Екінші біз жасай аламыз. Басқа магазин ерекшелігіміз тоже осындай да. Кез келген заказдар жасай береміз. Профессиональный сеткалар жасаттық. Профессионал альпинистермен таныстық. Альпинистер когда үстіне шығып өрмелеп шығған шариктен іліп береді. 1500 шарикті қолмен каждый неше насыз үрлейсің, байлап 1500 шарик сөйтіп істеген нәрсеміз бар. Ондай заказ бірінші түсті. Марго мен Мирастан түсті. Мирас Жүгіністің концерті болды. Екінші бір Эрсак деген компания, турецкий компания бір жиналыс ма, конференциясы болды. Сол кісілер жаңағы Марголардың концертінен көріп алды, бізге заказ берді. Қайтадан. И ол жерде маржинальность 80% болды. Біз чисто услугамызға ақша алдық. Күшті. Товарды 1500 шарик, е? 1500 шарик. Ең үлкен чек сол ғой, значит. Бір заказ бергенде ма? Бір заказ бергенде ең үлкен чек қандай сендерде? Ең максимум чек? 1500 шарик болды. 1500 шарикқа болды, е? Қанша ақша таптыңдар? Каждый шарик 150 теңге. 150 теңгеде 1500 теңге уже санауға болады дейсің. Өздеріңіз сөйтіп санай берсеңіздер. И ол жерде расход тек сетка аласың, альпинистқа төлейсің и 15 пачка шарик. Таза пайда 150 теңге сонда бір шариктан сендерге? Сол жерде ма? Иә. Примерно 130-дан. 130-дан таза пайда түсті, 1500 шарик. Өйткені сетка бар ғой бізде. Сетка бар, шарик бар и альпинистқа. Енді бастатқан адамдардың жасайтын қателіктері қандай? Қателіктер өте көп. Жаңа өзім інімді басында оқытпай аша салдым. Басында мойындау керек, оқытқан жоқпын, ол білмейді. Ойбай, шарик қой, жаңағы үрлейді да бүйтеді деп ойладым ғой. Сосын YouTube-тан көріп иә, сосын жұмысқа бір қыз келді, сториста бір қыз тартып ала салдым. Ол да оқымаған, маркетингнен білмейді менеджерствоны. Сосын пришлось інімді де оқытуға, ана қызбен бір апта өзім жұмыс істеуге пришлось. Маркетолог таптым. Маркетолог жігіт Арслан деген өте жақын достарым бірі. Ол жаңағы қызбен бір апта жұмыс істеді. Жұмыстың бәрі маркетинг жағын воронка жасап берді бізге, мынаны екен мынаны жасаймыз, мынаны екен жасаймыз деп аяқ қойып берді. Оны көп адам да білмейді, ойлайды, аламыз, ашамыз, істей береміз деп ше. Бәрін бірақ оқу керек. Егжей-тегжейлі сатуды да оқу керек қой даже. Алғашқы закупты қайдан жасаса болады? Поставщиктар қайдан табуға болады ше? Алғашқы закупты, короче, Алматыда үлкен магазин бар. Шарлен дейтін магазин бар. Шарлен дейтін магазин бар. Одан да көп негізі магазиндар. Мен бірақ сол жақтан закупать етсем. Шарлендте тек қана качественный товарлар, сертификаты бар шариктар. Яғни Sempertex дейтін компания бар. Ол Колумбиядан келеді, кәдімгідей портпен келетін шарлар бар. Sempertex дейтін компания бар. Забава дейтін компания бар. И сосын шарик надписпен шариктар базарда сатылмайды. Мысалы, шариктің сыртына с днем рождения жазылып тұрады, happy birthday, спасибо. Шариктің сыртына ол жерде барахолкада ол шариктар жоқ. Оны официальный компаниялар сатады. И мен сол жерден аламын. Біріншіден 50-50 ғой, мен жартысын базардан аламын, жартысын Шарлендтен аламын. Не әлгі самый ходовой товарлар не осы жаңағы шарп бизнесінде, шарп магазинінде? Жалпы Қазақстанда андай ғой, шарик деген нәрсе тек адамдардың елестеуінше роддомға ғой. Роддомда шарик ұстап тұрады. Негізі сол роддомға көп, бізде ең көп түсетін заказдар роддомға түседі. Ол қыз деген сияқты, ол наборлар, например, мына жерде наборлар та бар. Наборлар, мына жерге қазір бір-ақ рядын шығарып қойдық та. Сол олға, қызға, ол қыз, көріп шығарып қоймыз. Мына наборларды, и қасына тағы фонтан деген болады, обычно наш шариктерден, розовыдан, көктен бәріне қосып, тек роддомға көбінесе, күніне как минимум 7-8 заказ роддомға түседі. Одан кейін туған күндерге бірінші обязательно цифралар түседі. Сосын андай қасында креативный подругалар болады, немесе креативный достар болады, жазулармен жіберіп, с днем рождения щегол, с днем рождения братишка, жазулар жазып жібереміз. Ол уже бөлек ақша тұрады негізі, жазу ма? Біз солай істедік, чтобы адамдар бизнес мынандай ғой негізі. Бір жерден заказ беріп жатсаң, плюс доставка платная, плюс надпись платная, плюс платный дей берсең, адамдар уже клиенттің қаша бастайды да, андай қойшы осы жерде бәрі платный екен ғой, не сияқты ше. А біз ол ақшаны сол шариктің бағасына қостық та,
шариктің бағасы. Например, себестоимостьіне қосып тастап, себестоимостьті қосып тастап, и бәрі бесплатно жүреді. доставка да бесплатно, жазу да бесплатно, Жоқ, доставканы қосқан жоқпыз. Доставканы өйткені әркім әр жерде тұрады, алыс жерлер, жақын жерлер бар. Бірақ шарикқа қатысты мысалы, шариктің ішіне салынатын перьялары бар, надпистер бар, бахрома дейтіндер бар, жағылатын гельдер барлығын бесплатно қылып тастадық. Оны себестоимость ішіне қосып тастадық. И адамдар естіген кезде можно надпись бесплатно вам. И адамдарға приятно естіледі. Сендер өздерің адамдарды қызықтыру үшін қандай реклама түрін пайдаланасыңдар и қандай сервистарды пайдаланасыңдар? Ең бірінші Инстаграм. Өзім Инстаграм, менің Инстаграмда дәл қазір 580 мың подписчигім бар. Историямды күнделікті 120-130 мың адам стабильно көреді. И мен история арқылы реклама жасап отырамын. Аптасына 1-2 рет стабильно. Соның бәрін қосып, аптасына 1-2 рет өзім Инстаграммен таргет міндетті түрде стабильно таргет жүріп отырады. И біраз айта кетсең, если вдруг осы шарик бизнес пайдаланатын болса, OLX-қа салудың қажеті жоқ. Мен OLX-қа короче салдым бір рет. Қашан салдым? 7 марттың қарсаңында салдым. Типа барлық жақтан заказ керек қой, көбейту керек заказдар санын. Сол үшін мен OLX-қа салдым. Корона деген бар, топ-3-да тұрады ғой. Сондайында төледім, 21 теңге төледім, 3 күнге төледім де, прям OLX-тан вообще заказ түскен жоқ. 0. Отдача болған. Сосын OLX-қа заказ. Бірақ получается, основной клиент келетін нәрсе ол Инстаграм, да? Инстаграм, иә, сол таргет. Кәсіпкер Инстаграммен жүрсіздер, иә? Жалпы айына Инстаграмға жалпы таргетқа қанша бюджет кетеді? Так, дәл қазір 390 мың. 390 мың айына таргетқа саласыңдар, иә? 300 мың ол чисто таргетке, 90 мың жаңағы таргет оптың услугасына. И таргетті міндетті түрде типа өздеріңіз жіберуге никогда тырыспаңыздар. Мен басын сонда қателік істедім. Ой, мен Инстаграмда блогерім ғой, өзім ақ жібере саламын деген сияқты болды да. Әр нәрсенің өз маманы бар. Таргет оққа мен қазір 90 мың теңге беріп жатырмын. Кезінде мен мысалы саған кезде таргетті мысалы бір күнде 2 клиент келсе, қазір 10-15 теңге сияқты ғой. Таргеттен өзінің отдачасы по-любому болады. 90 мың теңге оның зарплатасы, 300 мың теңге ол таза реклама салынатын ақша. Бөлінетін ақша. И Тугис бар еще. Тугис міндетті түрде. Тугистан шығады, иә? Тугистан былай жасауға болады, негізі онда кішкене обходтары бар. Негізі Тугисқа тіркелсеңіз сізге қайта-қайта звондай береді. Саламатсыз ба, корона алмайсыздар ма, өзіңіздің конкуренттеріңізді алдын басып озғыңыз келмей ма, жылына там 400 мың теңге бір нәрсе деп. Мен бардым шарик бизнесіне таргет қосу үшін 690 мың теңге істеп берді маған жылына. Жылына 690 мың теңге бересіз. Сізді там топ-10-ға қойып береміз, бір нәрсе деді. Сосын мен ойландым, оның может варианттары шығар как-то кетеретін. И Тугиста өздеріңіз білесіздер, корона тұрады бірінші, потом үлкен значоктар тұрады. Үлкен значоктар не үшін тұрады? Ол жерге касание көп болған, отзывтар көп болған. И звоноктар. Соответственно, мысалы бір магазин жазсын, маршрут қойдым, маршрут болсан қалар. Все, ол уже ананың репутациясын көбейе береді. Сол үшін қалада просто жүрсеңіздер, праздникте өз магазинді басып қойсыз, маршрутпен жүрген сияқты. Сонда бір рет басып қойсыз, онда қоясыз. Осы келген клиенттеріңіз болады ғой, офлайн келген. Онлайн заказ бересіз, офлайн же келіп шарик алып кетеді ғой. Сразу можем вам еще шарики добавить, бір 2 шарик бесплатно береміз. Можете нам отзыв написать дейсіз. Тугистағы отзыв ол жақсы жұмыс істейді. Иә. Жақсы клиент таппайды, иә? Обязательно, міндетті түрде. Сосын Инстаграмның таргеті, иә? Осы 2 жерден сендер жібересіңдер реклама. Қазірше, иә. Тугисті мен түсінген бойынша рекламасы сатып алған жоқсыңдар сендер. Вообще сатып алған жоқпыз, иә. Енді бастап жатқан адамға минимальный қанша жұмысшы керек? И примерно зарплаталары қандай олардың? Жұмысшы ма или ол адам өз жұмыс істегісі келе ма? Ол жалғыз жұмыс істей ала ма? Жалғыз жұмыс істей алады. Бастай береді, иә? Бастай береді. Ешкім керек емес дополнительно. Егер ол өзі оқып алса, өзім істеймін десе, жалғыз өзі істей алады. Иә? Бір курстың бағасы қанша тегеді? Қай курстың? Жаңағы осы аэродинамика ма? 150 мыңдық. 150 мың теңге оқып, ол өзі шар бизнесін бастай алады негізі, иә? Жұмыс істей берсе болады, иә? Жалғыз бастай берсе болады. Давай енді мына моментке бізге қызық момент. Жалпы, мынау бір шар, енді мынау ходовой шар дедің ғой, иә? Бұл бір шардың себестоимость қанша негізі? Дәл мынау, например, набор. Себестоимость гелимен ба? Немен? Жоқ, бірінші шардың өзін жайлайық. Мынау қанша тұрады? Мынау 380 тұрады. 380 тұрады себестоимость. Бұның ішінде қанша шарик? 5 шарик. 5 шарик кіреді, 380 мың теңге тұрады, 380 теңге тұрады. Бұған гели наполняется етеді, где-то 2,5 теңге. Клиент постоянно гельмен алады оны, иә? Гелимен постоянно өткен бұл воздух не ауамен үрленсе ұшпайды. Мынау 380 теңге тұрады, ішіне гель 2,5 теңге қоясың. Примерно 2200, примерно 2,5-2200 ғой. Примерно 2200. Бірақ мен бұны точно айтайын сендерге, себестоимость 2800 теңге шығады. Себестоимость 2800 теңге шығады, гелимен қосқан кезде. Бұны қанша теңге сатасың? 5000. 5000 сатасың, иә? Сонда почти бірге бір қосасың, иә? Түсінікті. Ол тек наборлардан ғана, мысалы бірге бір. Ал мынандайларда вообще 60-қа 40, 70-ке 30 жұмыс істей берсе. Бұл бір шариктер қанша тұрады бұлардың? Бір пачкасын, например, әртүрлі бағада аласың, 1000 теңге болуы мүмкін, 700 теңге, 1200 теңге, 1500 теңге әртүрлі болады. Ол неге байланысты олар? Ішіне штугына байланысты.
Біреуінде 50 штук болады, біреуінде 100 штук болады. И качествосына байланысты болады. Соны Агата деген шарлар қымбат жүреді, например, ше. Ал мынау напись барлар тоже қымбат жүреді. И простой шариктер бар, мысалы, простой шарик, арзандау жүреді. Шарды таңдағанда неге мән беру керек бірінші? Качествосына. Міндеттері китайский андай нашар качествосын алмау керек. Оны қалай білуге болады сразу качество Китай емес екенін? Ол бірінші бағасынан білесің. Мысалы, барахолкаға барған кезде көресің. Мысалы, тура бірде-ақ түрлері, например. Мынау 1000 теңге тұрады дейді, например, 1000 теңге тұрады дейді. Уже 1000 качественно көрінеді ғой, просто ішінен шығарып көресің. Уже материалынан біледі. 1000 теңгеліктер жұқа болады. Ал қымбат шариктер көреді, қалың болады да. Қалың болған сайын сен гелің экономить етіледі. Сенде қазір 1000 теңге шариктер тұр, мен түскен бойынша, минимал. Менде, мына жақта қазір екінші комнатада көрсем, менде 4000 теңгеліктері бар. 4000 теңгеліктер бар. Бір шардың құны 4000 теңге. Жоқ, бір пачка 4000 теңгеліктер бар. Ішінде қанша штук кіреді? 100 штук. 100 штук, иә. Ол жаңа Sempertex дейтін компания. Sempertex. Олардың уже бағасы да қымбаттайды да. Ал мына шариктар осы жерде тұрғанда үстінен бөлек, үстіңгілерінен бөлек. 1500-1200 теңге пачкасы. 1500 теңге пачкасы, И по себестоимости, егер мыналарды үрлесең, бір шарикпен алайықшы, да, себестоимости. Бір шариктің себестоимости примерно 9 теңге, 10 теңге тұрады. 9-10 теңге тұрады. Үрлесін 80-90 теңге. Гелидің, иә. Гели 80-90 теңге құртылады. Сатасың? 500 теңге. 4 есе қосасың сонда. Айтып тұрмын, ең пайда түсетін осы шариктар. Ең көп маржинальный осы шариктар. Осы шариктар. И дәл сол цифрлар да бар мынақта. Цифрлардың себестоимостьтары қанша бұлардың? Например, мына цифрлар әр кезде әртүрлі құбылмалы баға, короче. Агура дейтін компания бар, Агураның шариктары бар, менде 700 теңгеден олар тұрады, например. Мыналар тұрған, олар кәдімгі халықтың барлығы қолданып жүрген шарлар ғой. Егер адамды шарик алып жүрген адамдар болса, білет, кейде айтады, Агура беріңізші маған дейді, ол өйткені ұзақ тұрады. Ал кәдімгі адамдар болады, мысалы 2 күн туған күн тойлады, например, 3 күн туған күн тойлады, соған жетсе болды. А бірақ біз любой шаригімізға 1 апта гарантия береміз. 1 апта гарантия. 1 апта, мысалы, бізден үрленіп шықты ма, 1 апта береміз. 1 апта ол кәдімгі просто ауада тұра береді, ол кезде ресмиде. Иә, типа жарылмасаң или суыққа апарып қойып қоймасаң, там комнатный температурада 1 апта тұрады. Ол өзін сақтап тұрады формасын 1 апта дейді. Түсінікті. И цифраны дәл мына цифрларды 220 теңгеден аламыз. 200-220 теңге, короче, ол секіріп тұрады, 200-220 теңге. И примерно құясың гели где-то 1800 теңгеден құясың, 1800-2000 теңгеден құясың ішіне гели. И сонда біз сататын бағасы примерно 3000 теңге. Тоже примерно бірге бір қосасың, иә? Бірге бір. Примерно, короче, бұл шариктарда мен грубо айтайын, басқа көп бизнестарда мысалы 70-ке 30, 80-ге 20 ғой негізі прибыльность. Бұда 50-50 как минимум. Не, минимально бастаған кезде қанша шарик алу керексің негізі? Осындай бір пачкадан қанша штук болу керек? Ең минимально. Мысалы, сен осы күнде шариктің бір-ақ түрі бар деп ойладың, например, сары ғой, ақ. Мен де сөйтіп ойлағам, ашатын алдында. Когда мен уже сотрудниктерім оқып, кәдімгідей бәрін үйреніп келген кезде, оказывается, просто мына розовый шариктің 4 түрі бар. Обычный розовый. 4 түсі розовый болады. 4 түсі розовый. Обычный розовый, хром розовый, металлик розовый. И қандай еді шарик? Пастельный розовый. Пастельный розовый. Пастельный розовый. 4 түрі бар. Просто розовыйдың 4 түрі бар да, кажется. И желательно бәрінен бір-бір пачкадан алған дұрыс. Чтобы ашу үшін, басында ашу үшін бір-бір. 4 розовый цвет алу керек, е? Ну енді қалтаңа қарай ғой, жаңа айтып 1 миллион деген жаңа айтты ғой, басында 1 миллион емес, соның ішіне кіреді, короче. Ол ішіне алып шығуға болады, иә? Иә, алып шығуға болады. Давай, жалпы магазин таныстырып өтсең, қалай тұр, неден бастау керек вообще? Мынау аппақ помещение болды. Бірінші шкаф алдық қой, любой просто қазір шкаф аласың, эконом панель деп аталады. Бұл мебельдің арасында ең арзан мебель да, бірақ бұл ең пайдалы мебель ғой, шарикқа. Просто аласың аны. Болды мына жерде, шкафқа обычно. Мына стойка болады, иә? Иә, просто стойка. И сосын көп магазиндері, көп емес вообще, бірінші ол біз шығарған. Креативно істеуге тырыстым. Магазинде адам кірген кезде уютно болу керек, қызық болу керек. Адамдар кішкентай адамдардан қинайтын, мама әперші, папа әперші деп кішкейтайлар қинайды. Сондай болу үшін кішкентай детский қылып отырсың да. И мынандай нәрсе іздедім. Любой магазинге барсаңыз, аппақ пустой пластикпен тұрады, білесің бе? Пустой аппақ пластиктің ішіне шариктер қойып қояды ғой, ол скучный болып көрінді да маған. И мынау негізі аяқ киім қоятын ғой, білесің бе? Магазиндерде аяқ киім тұрады, үстіне ше размер жалып тұрады ше. Бір магазинге бардым, разноцветный екен. Іздедім, эконом панельға келеді деді, сосын үстіне не істей бастадым, банк іздей бастадым. Ойладым, мен басына обычный банкаларды аламын да, сыртын бояйын деп ойладым, қызық болсын деп ше. Сосын, короче, не получилось, сосын мынаны іздедім. Осыны крышканы тауып алдым. И мына крышка негізі андай үйде. Бұл не бірге осылай кимейді неге шариктар? Жоқ. Мынау кәдімгі үйде қант салатын, фасоль салатын бар. Оны кәдімгі посудный рядтан алдым да.
біздің енді франшиза сен бір штук қанша тұрады негізі? мынаның бір штугі 200, мен күні 2 күн бұрын алдым, 280 теңге тұрады. 280 тұрады. А мынау фасадный панель деген ше? Квадрат метрі дәл қазір қымбаттап кетті деп естідім. 22 мың теңге ме, 23 мың теңге ме? Да? Бастап жатқан адамға осы обязательно керек па? Мынау обязательно керек. Эконом панель обязательно керек. Ну, хотя бы осындай бір бет жасақ қой, чтобы өзің наборың көріну үшін, шариктардың өзіңе ыңғайлы ғой, потому что клиент келген кезде красный шарик есть деген кезде бүйтіп қаз деп іздемейсің, көрініп тұрады, красный өнтер, розовый өнтер деген сияқты. Да. Осы жаққа кетті, ә? Мына жақта примерно қанша кетті осы жаққа? Мына жерге? Осы жерге ма? Ну, есепте брат, мынау 289 теңге деші. 290 теңге. Мынау 400 бірнесі теңге. 460 теңге. А, жоқ. 700 теңге шығады. 700 теңге шығады ма? 700 теңге шығады. Ал анау, который пластик, который сізге берілген, анау для шарика деп сатылатындар 1200 теңгеден тұрады. Мен еще 500 теңге экономим, еще әдемі көрінеді. Да, мынау өте креативный көрініп тұр мен көрдім. Мына жерге примерно, есептен брат, 22, мынау ито шкаф теспен. А так былай өзі арзан шықты ғой. Бұл дизайн сен өзің ойлататын ба? Өзім креативный іздеп жүріп, шарик ашатын кезде андай просто так ашпайын. Креативный болатындай, ертең клиенттер келеді, басқасы келеді, чтобы мен атыма кіргенмейтіндей, өзіме приятно, мынау менің магазиным деп айта алатындай. Приятно, мысалы біреуді алып келесің, магазин көрсетесің саған. Да? Дальше давай кеттік. Мына жақта бізде уже бағанағы туған күн. Мынау роддомдар. Негізі бұның түрлері өте көп, шкафта тұр. Мынау просто представительский қылып қойды, чтобы магазин келген адам көрсін. Негізі олардың түрлерінің бәрі Инстаграмда бар. Барлығы түр Инстаграмда. И бізде де бар, ол заказ берсе смело берілетін нәрсе. Мынау да роддом, мынау детский қыздар, кішкентай қыздар туған күндеріне девичниктер алынады, девичник қасына жаңағы фигуркалармен қосылады, мынау бар. Короче, қандай мереке бар жалпы адам баласында? Бәріне бар ғой. Бәріне бар. Мына жақта бізде уже детский. Мына жақта мен түсінген олар мынандай креативный нелер сияқты, Бұлар, короче, бұл шариктар біз Америкадан заказ береміз, американский шариктар. Бұлардың бағасы да қымбат и үстінен де жақсы көресің. Заказ берсе, маржинальный. Қанша тұрады біреуісінің бағасы? Біреуі 6 мен 8 мың ортасында. 6 мен 8 тұрады себестоимости? Иә, себестоимость. Мұна біреуінікі. Ішіне ештеңке қоспай ағында, Ештеңке, просто мынау 6 мың теңге тұрады. Бұны үрлейсің қанша теңге примерно? Бұл гелием үрлемейсің, бұл воздухпен. Бұл өйткені комнатада тұрады, жерде тұрады. Бұл тұратын, Оны обычно насоспен есептейсің. Иә, насоспен үрлейсің, ол ештеңе кетпейді. Примерно 6 мың қаласың, 15 мың сұрасың ғой. 15 мың сұрасың? Потому что бұған заказы ғой бұған? Бірақ мынау линияға дейін толып тұрған бәрі. Жақсы десек. И сосын бір қызығы, например, мынау черепашный ниндзя ғой, например. Бұның бойы 137 сантиметр. 137 это примерно андай ғой. Мынандай ма? Кәдімдей биік не? Кәдімдей биік. Мынау 147 сантиметр, например. Мынау 121 сантиметр. Короче, бұлар үлкен-үлкендер ғой. Мынау да 137 сантиметр. Биік не? Мынаудан қарай 177 сантиметр. Это бойы бірден дейсіз ғой. 1,77 ма? 1,77 кәдімгі брат, мынандай ғой кәдімдей. Сонда шарик. Воздух өрлейсің. Бұл еще Американың келдіктен качественно өзің үрлегенде кайф етесің, анше. Андай наклейкалар бар, жабыстырасың, инструкциясы бар. Кішкентай кезде көріп өскен нәрселер ғой мынандай. Өзің қызығасың. Мынау настенный надпистар, туған күнде тұрады. Фотоға түскенге артқа. Бұған бұл шарба бүрле ма? Бұл жазулар жай. Бұл воздухпен өріледі. Мынаның бәрі воздухпен өріледі. И жібі бар ортасына. Екі жібін шетіне жабыстырып қойсың. А мынау себестоимость қанша тұрады біреусің бұны? Бұның себестоимости 400 теңге. 400 теңге тұрады. Оған тоже қанша отырсың? 2,5 бастасың. 400 теңге нәрсесін 2,5 теңге. Бұл просто ауамен өрленеді. Бұл брат ауамен тоже ауамен өрленеді. Қазір адамдар ойлап қалмасын, ол типа бизнеске қатысы жоқ адамдар ойлап қалмасын, қатты құны қып кеткен екен. Барлық жерде бағасы сондай. Бірақ егер де кәдімгі қарапайым рынокта ақтарып қараса бәрінде бірдей. Бәрі брат бізден де қымбаттары өте көп. Например, бізден де арзан алып, бізден де қымбат сататындар өте көп брат. Сендер өзі средний баға сатып тұрсыңдар ма? Иә, средний баға сатып тұрық, чтобы алды болмай ақ қойық, арты болмай ақ қойық, типа лучше ортасы болып әдемі жейік деп. Бірақ мен бір нәрсе айтқым келіп тұр, егер сіз кәдімгі анау базарға барсаңыз, сізге 400 бермейтін оны. Біз аптовиктер ғана 400-ден алады. Минимально қанша штук алу керек аптовик болу үшін? Минимально штук емес, ол жерде кассамен. Аптовик болу үшін как минимум 500 мың алу керек. Бірінші очередь 500 мың алу керексің, одан кейін 500 мың аласың, 500 мың болып бірінші барып 500 мың доллар қоясың. Содан кейін аптовик болсын аласың орда. Түсінікті. Одан кейін бірақ розничный бір штуктан алуға болады ма уже? Одан кейін уже 10 мың теңгеге бар алып кетсең де уже аптовик бағасын береді. Мысалы сенде грубо 4 деген санды көп алып кетті дейікші. Сен 4 деген сан жоқ болып қалды қазір. Данный момент сен не істейсің сонда?
барып бір штук заказ алып бар. кетемін. Барып бір штук алып кете аласың, иә? Или звонимын, салып жібереді. Бір Салып штук жібереді, бір штук, иә? 2-3 теңге товарын салып жібереді. Ну, типа, уже аптекаң Егер аптекасың, ол сен уже сенмен до конца жұмыс істейтін біледі. Иә. Түсінікті. Так, енді мына жақта бізде сандар, иә, мынау, иә? Цифрлар. Жаңа сен айттым бұл туралы. Сандар. Мына жақта бізде касса сияқты, мне кажется, мен түсінемін. 0-ден 9-ға дейін ғой, короче. 0-ден 9-ға дейін. Барлық сан түрі бар. Барлық сан и барлық цветтері бар. Ең үлкен заказ берген сан қандай болды? Туған күнге. Шурик қандай еді ана жағы? 3 цифра берді ғой? 3 цифралы адамдар бар ма? 3 цифралы. 194 деген. Еще ең қызығы. 194 емес, 193 емес па? Короче, ең қызығы 193 деген цифра заказ берді. Мен сосын айттым да, бір апамыз 193-ке келіпті деп историясы прикол істемеймін. Сөйтсем, бір клиентім историям жазды. Это же мои шарики, вы что, прикалываетесь деп жазады. Осыны оған, извините, ана еді. Сонымен танысып кеттім ана қыз екен да. Сөйтсем, ол кісі былай екен, 193 деген заказ берді ғой. Үйінде 2 туған күн екен. Біреуі 19-ға толып отыр. Біреуі 3-ке толып отыр ма? Біреуі 19-ға, біреуі 13-ке толып отыр, біресе короче. Жоқ, 194 қой. 14-ке ма, короче, не еді? Біреуі 19-ға, біреуі 14-ке. Иә. Түсіндің ба приколды? Сосын ол қалай 194 деген шарик. Ұзыннан бүйтіп жасай салды ма? Мына, например, 1 деген дәл қылып үрлейді, 9 деген үрледі, 4 деген үрледі. Жанын үрлеп қойды. Сен туған 19-ға. Иә, и 14, и 19, короче, ол шарт етіп кеткен ғой. Ол пай экономдеп кетті ғой. Иә, экономдеп кетті. Сонымен қатты қуандым. Негізі, иә. Так, мына жақта бізде касса, иә? Мен түсінген бойынша. Сендер заттарын тұр. Иә. Мынау вход, мынау өздерің креатив етіп қойыңдар. Праздниктер распойдым, иә. Түсінікті. Сурет салдырайын дегенмін. Осылай қызық болып тұрсын, кішкене интересно. О, интересно болсын. Біреусін қанша тұрады негізі? Мен арзан деп ойлағанмын негізі. Мен арзан шығар деп жасатқанмын ғой. Маған где-то 50 мың ба келді, ойламай. Мынау 50 мың теңге тұрады. Иә. Өте бизнеске негізі бар ма? 50 мың теңге келді. И мына суреттердің историясын айтып берейінші әдемі. Негізі аппақ комната ғой негізі. Сосын мен сурет салдырайын да жерге қой. Кішкене детскийлар, креативный болсын дедім да. Сөйттім да суретшілерді шақырдым. Сөйтіп мына жерге брат біз сурет салып жүрген адамдар. Көрініп тұр профессионалдар екен. 200 бір нәрсе мың теңге деді. Сурет па дедім, не салып жатсыңдар жалпы дедім. 200 бір нәрсе жоқ бірақ күте тұр дедім. Іздеп көрейін дедім. Осы мен Казгасада оқығанмын, мен қазақ бас сәулет құрылыс академиясында оқығанмын. Мен дизайнерда бар, архитектор таныстарым бар ғой. Өнерге знадым. Не бар ма? Перваштарым бар ма? Сурет салатын дедім. Ақшасын берейін бәріне дедім. Хорошо, бар деді, жіберейік па, жіберейік. Мынандай 13-14 жасар балалар келді. 7 балама келді. Қыз бала араласып шұбырып келді. Сонымен хорошо жұмысқа келді. Мына жерге салу керек, мына жерге салу керек. Ананың түрлері андай корейский түрлері болады ғой. Сондай түрлермен келді да. Сосын салайық, осындай салыңыздар, осындай салыңыздар дедім. Қанша теңге болады деді. А сколько вы дадите, дейді ана, короче. Ана басқаша уже. Сколько дадите, вы скажите, что завтра синергия атпамайтындай, мен атпай қалмайтындай, адал еңбектерін берем. Скажите, у нас 6 будет рисовать, 6 бала болып саламыз дейді да. Аналар қалғандар студенттер олар бәрі, иә? Бірінші курс, колледждің бірінші курстары ғой, шегілдер, кішкентай болар ғой. Біз 6 бала болып саламыз, бізге 10 мың теңгеден берсеңіз болады, каждыйымызға дейді. Давай, дәл қазір берейін. Сосын инструменттер қанша деген, тағы 10 мың теңге беріңізші, краскалайық деді. Мә, тағы 10 мың теңге, давай, ертең келіңдер дедім да. Нан салды, қазір іште тағы мына жақта суреттер бар. Олар да пойда студент болып еңбек ақысын тауып жүр ғой. Мен сосын соларға совет беріп жеттім. Типа местный реклама істеп берейін. Так, жұмыс істейін. Нет, мы біз ондайға жұмыс істемейміз дейді, бізге просто по приколу кайфово дейді. Олар сабаққа барады, сабақтан келіп салып жүрді ғой. Так, мынау бізде екінші Біздің магазин жалпы 2 комнатадан тұрады. Бірінші чисто шариктар болса, екіншісі подарктар ғой. Біздің праздник дегеніміз, типа, все для праздника деп ашқанбыз ғой негізі. Туған күнге бара жатқан адам келеді магазин, келген кезде, заодно сразу подарок. Заодно, мысалы, например, наборщикта болсақ, пакеттерін алып кетеді. Жаңағы бір нәрсе подарок, сыйлық салатын болса, удобствоның барлығын жасап қоймыз ғой, подарктар алып кетеді. Мына жерде мен кешірім сұраймын. Футбол ойнап кеттім, соңғы кездері закупқа бармай қойдым, ертең закупқа барамын. Мына жерде негізі 4 метровый мишка тұрған. Сатылып кетіпті. Мына жерде 4 метровый мишка тұрған. Онда футбол ойнаған жақсы сияқты сен сатылып кетіп жатса олар. Ол да жақсы. Закупқа барып келе керексің. Мына жерде метровый шариктар тұрады, мишкалар тұрады. Мына жерде тоже мишкалар қойып қойдық. Мишкалар үнемі қатты өтеді, мына романтик жігіттер көп неге. Ну, олар себестоимость тұрады біреусін. Күні кеше алдым. Күні кеше неге алдым? Астанаға закуп жасадық біз. Күні кеше Астанаға франшизасына закуп жасадық. Мынау мишка таза басы 1200 теңге. Иә. Бұны кәдімгі базар елінен алса болады ма бассейттен? Бұл то же самое, базардан алуға болады, бірақ то же самое, сен егер кәдімгі қарапайым адам барсаң, түк қатысы жоқ бизнесқа, просто ақылым сен саған 3,5 мың, 3 мыңға сатады.
біз кәдімгі өз баласына аламыз. Жақсы закуп жасасаң, Иә. онда уже береді. Бізде басында где-то мен 400 мыңға ма мишка алғам. Содан кейін уже менде аптек болып кіріп алдым да. 400 мың теңгесі мишка? 400 мың теңге мишка алдым басында, чтобы аптек болып кіріп кету үшін. Оның ішінде метровый, бәрі бір штуктан қанша штуктан бар или өзің шешесің бе? Өзіңше объем көрсетсең болды тек қана. Касса көрсетсең болды. Касса көрсетсең, түсінікті. Мыналар біреусі қазір қанша сатасыңдар? 4 мың. 1200 келіп 4 мың сатасыңдар, Короче, айттым өте маржинальный бизнес қой негізі. Мынандайлар бар мысалы. Самолетчиктер бар, түрлі тематикалар, түрлі көп қой. Адам өзің қалағанын тауып кетуге болады, Иә. Инстаграмнан көреді, сендерге жазады, и сендер соны тауып бересіңдер. Көп бізде заказ беретін кісілер, здравствуйте, өзіміздің шаблондар бар, клиентке жібереміз, соны жібереміз. Оны сразу біздің адамдар, а есть такие деп сұрамайды. Көбінесе 90% готовый фото жібереді. Посттан алып бере салам или өзің? Посттан скрин біздікін жасайды да. Видео жасалады. Сколько стоит деп жазып жібереді. Біз бағасын естиміз. Вы на какую сумму рассчитывали? Например, біздің баға мысалы 15 мың деп жазып жібереміз. Блин, дороговато десе, на какую сумму рассчитывали? Например, на 10 тысяч дейді. 5 мың теңге біз керек емес нәрсе береді. Артық тұрған нәрсе бар, наборда, например. Кеш жібереміз, можем такой сделать дейміз. XX фотоны жібереміз қайтадан. Клиент жібермейміз. Клиент, короче, максимально ұстап қаласың ғой. Сенде қанша жұмыс істейді? 2. Біреусі Аэродизайнер, біреу менеджер. біреу менеджер, курьер. Курьерлер, біз курьерский проблеманы өте жеңіл шешіп кеттік, обходить етіп кеттік осы жерде. Себебі суши компанияларда, мысалы суши компания болсын, гүлде болсын, вообще көп бизнесте курьерлер постоянно штатный отыру керек жұмыста. Оны зарплата төлейсің, бір нәрсе төлейсің. А бұл бизнесте андай сен каждый раз отырудың қажеті жоқ. Например, бұл бизнесте өйткені таңертең заказдар болуы мүмкін, и кешке заказдар болуы мүмкін. Стабильно тамақ сияқты өтпейді да бұл. Тамақ өте береді ғой, айналып. Бұл ондай емес та. И мен андай қылып жасап қойдым. Сторис салдым өзім сторисіме. Алматы қаласында курьерлар керек дедім, WhatsApp группа аштым. И WhatsApp мына жақта менеджер WhatsApp группаға жаңағы кім курьер жұмыс істегісі келеді, соның бәрін WhatsApp группаға лақтырып жібереді. Заказ болады. Заказ жазып жібереміз. Мысалы, там Аль-Фараби сайын, Аль-Фараби Жарокко деп жазып жібереміз. Осының үстіне доставка 1000 теңге. Кто свободен дейді. Я деп жазып жібереді. Келеді, алып келеді заказ. Күшті лайфхак негізі. Так, дальше свечалар. Свечалар, жаңа айттым ғой, праздникқа бардқан адам торты болады, явно, қолын торты, тортқа цифрлар тоже 0-ден 9-ға дейін любой цифрлармен жібереміз. Бұлар талға болады, иә? Бұл негізі основной шар магазинға кірмейді, бұл дополнительный сенің қосқан нәрсе болды, ассортиментке, иә, ассортиментке, касса көтеру үшін и адамдар қиналмас үшін. Басқа нәрсені ойланбай, міне осы жаққа кірдің, жұмысым бітіретін полностью. Естің, андай мен ассоциация андай жасағым келді. Например, бірін туған күні отырмын, жүрсең праздникқа алаш жақын заттар дейтіндей нәрсе жасағым келді. Түсін ба? Солай болып отыр ма негізі қазір? Иә, бәрі сондай. Ну, шүкір, короче, уже адамдар келеді ғой. Шариктан 18 деген бер, сосын цифраны бер, ана уже сөйтіп кеткен ғой адамдар андай. Касса жинап береді, счет жинап жатыр. Иә, сондай ғой. Мына қарашы, осы мысалы шариктар бір баллон, иә, қанша литр ол баллондар болады? 40 литр. 40 литр и 10 литр да бар. Иә, так, 10 литр қанша тұрады? 10 литр мен білмеймін, алып көрмегенмін. 40 литр қанша тұрады мұнда? 40 литрі біз ашылған кезде 73 мың еді. 73 мың? Дәл қазір 95 мың тұрады. 95 мың. Себебі қазір Россиядан тасу қиын болып жатыр да. Гел біз Россияда шығады, иә? Россиядан алып келеді бізге. И кішкене сол қиындықтар, таможняда қиындықтар болып жатқан себебі қымбат болып жатыр да. Но оны түседі ол деп айтып жатыр. 95 мыңға қанша, мысалы 40 литрден қанша шарик шығаруға болады? В среднем. Шарик емес, шарикпен айналысатын қаншама жігіттермен сұрадым осы ашылмай жатыр. Олар ешқайсысы қанша шарик шығатынын білмейді, бірақ кассамен естпейді. Касса қанша сумма шығаруға болады? Мысалы 95 мың гелий аласың. Біздің средний ол бізге 300 мыңға 270 мың атырау өткісе керек. 300 мың 270 мың теңге пайда алып келеді. Касса істейді. Касса істейді. А касса істейді. Таза маржасы ояқта? 150. 150 ма? Мысалы 95 мыңға баллон алдың, 50-60 мың теңге шариктарың бар, расходтар ма шарикқа өрлейді. Примерно 50-60 мың қосасына 150 мың да. Таза пайда 150 мың теңге бір баллон алып келеді, иә? Сендер примерно енді қазір бір бастаған адам қанша баллон, айына бір баллон жібере ме, қанша жүреді негізі? Заказға байланысты ғой. Сендер ситуацияларың қандай? Біздің басында, ең басында 6 күнде бір баллон болды. Келе, 3 күнде бір баллон. Көп негізі поставщиктер бар. Просто әркім әртүрлі баға сатады и качественно сату керек. Мысалы, гелийдің ішінде сен қанша гелий бар екен білмейсің. Қанша давлениесі білмейсің. Қанша бар екен. Сен сол үшін өзінің нең болу керек. Редукторың болу керек. Редуктормен тексересің, қоясың. А кейбіреулер кішкене басында біз алданып қалдық бір-екі рет. Сәл жартылай пустой гелийлер алып, ол өз еткен бізде редуктор болған жоқ. Қазір редуктор сатып алдық, келген гелий сразу тексеріп отырамыз давлениесін. Давлениесі көріп алады. Давлениесі тексеріп отырамыз. Ал егер ол түнге қалса, қайтып бір ауыстырып аласыңдар, қайтына? Ана екеуін ауыстырамай алдық қой. Не доказали, никак не докажешь.
Ол үшін сразу басында көзіңше әкеліп. Ол өзінің бір секреттері бар дейсің, ол бизнесте де өзінің махинациялары бар ішінде. Так, жалпы мына осындай бір помещение арендовать етіп аласың, иә? Неге мән беру керек бірінші очередь? Дәл қазір мен бірінші линияда тұрмын. Уже жақсы. И мына жерде роддом бар. Тура қиылыстан бассейн алмайды, роддом бар. Сол роддомға болай, жаңа бірінші линия бола, осы помещение алдым. Негізі қымбаттау мына помещение арендасы 300 мың теңге, да? 300 мың теңге айына төлейсің. Осы жерге просто 300 мың теңге төлейміз. Негізі қымбаттау, но мен үшін осы маңызды болды да, сол үшін алдым. Шығар бизнесінде жалпы орын маңызды емес. Локация маңызды емес. Қаладан мысалы Абаян бойынан Құрманғазы, например, қаланың ортасы любой жерден 120 мыңға, 150 мыңға помещение алсаң болады. Осыны бір комнатаны алуға болады. Өзің шкафтарын жасап аласың. Өйткені неге мен маңызды емес деп жатырмын? Оны кейінірек білдік біз. Мен кейінірек білдім. Маңызды емес себебі көп адамдар доставкамен заказ береді шариктарды. Доставкамен. Бұл андай бизнес емес. Бұл бизнес өзі сондай отырады. Иә, бұл андай бизнес емес, келіп көру керек, қолмен ұстап көру керек дейтін бизнес емес та. Образец жіберді, предоплатасын алды, все, 7:00-7:00 сағат келісті, жіберді болды. Ол кісіге, заказ берген кісіге бәрібір сен қай жақтан орналасқансың ше. Шарик ұнады болды. Бұны үйден бастауға болады ма? Үйден бастауға болады, бірақ ол уже бизнес емес ол. Ол уже дополнительный заработок. Топ заработоктерінде үйде істеуге болады. Иә, ол әйел кісілер, декреттегі әйел кісілер, студенттер үйден істейтіндер бар, бірақ олар нажили были. Өмірімізге жетсе болды ғой деп істейтін кісілер да, оны бизнес деп қабылдамаймын мен. Өте минимальный пайда өзің тек өмір сүруіне ақша сәт дейсің ғой. Ол бизнес емес қой, өйткені сен помещение жоқ, ипың жоқ, атыңда дымың жоқ, үйден ұрып жатсың, ол бизнес емес, чисто өмір сүруге ақша келіп жатыр деген сөз. Екі жұмысшы бар, сен ол жақта таза бұл жақтың қандай функцияны сен қарасың бұл жерде? Бұл жердің басында инвестор емес, өзім ақша салып аштық. Інім бар, соны тарттым, өйткені қолынан барлық нәрсе келеді да, соны оқыттық. И қазір бұл жерде чисто креативпен соны айналысады. Шариктардың креативімен мынандай болып жатыр. Мен чисто маркетинг қой. Так, жеке сенің табысың қанша осы бизнесте? Айына, орташа есеппен. Примерно ғой енді 1,5 миллион. 1,5 миллион? Таза пайда. Таза пайда 1,5 миллион. Жалпы осы праздниктің франшизасы сатыла ма? Франшизасы дәл қазір сатылады. Уже продажа шыққанына бір 2 айдай болды. Ең бірінші біздің франшизамызды Тараз қаласы сатылды. Тараз қаласына аштық. Одан кейін қазір 2 күн бұрын, буквально 2 күн бұрын Астанаға саттым. Отбивание. Өзінің ақшасын қашан шығарады? Соны. Так, бағасы қанша? Содан бастайық. Бағасы қанша тұрады? Франшизаның бағасы дәл қазір 3,5 миллион. 3,5 миллион теңге тұрады. 3,5 миллион теңге тұрады. Оқытамыз. Өзіміз тегін оқытамыз, франшиза кіргізеді. Жаңа айтып тұрмын ғой, клиенттермен жұмыс істеу керек екенін, адамдармен қалай жұмыс істеу керек. В общем, полный маркетинг үйрететін боламыз. Одан кейін мобилографияны үйретеміз. Қалай фото түсіру керек, қалай видео түсіру керек, тауарды қалай түсіру керек, бәрін үйретеміз. Содан кейін 2 күн практика болады. Біздің тауарлармен, біздің гелимен жұмысқа келеді. 2 күн с утра до вечера практика қол үйретеді, қол жаттығады. Қалай істейтін, өйткені бұл жерде қаншама композиция, қаншама шариктің түрлері бар. Бәрін үрлеп үйрену керек. Бәрін үйретеміз. Одан кейін барып закупқа барамыз. Закупқа барғанда біз уже 2 күн жүресің. Закуппен 2 күн алмасасын, өйткені барып мына шарикті ал демейсің, кәдімгі көрсетесің. Мынау для этого научно арналған, мынау научно арналған. Барлығын обучениесі ғой. Ол үшін 1,5 аптада біз франшиза алған адаммен кәдімгі жұмыс істейміз ғой. Полноценный жұмыс болады, иә? Полноценный жұмыс. Ол еще, например, өз қаласына кетеді ғой. Біз артынан барамыз. 2 адам артынан барамыз. Магазинде жаңа уже эконом панельдер қойылған. Біз полный жайғастырып береміз. Кірген жерден мындай керек. Инстаграмдарын ашып береміз. Айтпақшы, Инстаграмдан ашып беріп подписчик жинап береміз. И менің атынан круглый год реклама. Бесплатная реклама. Мысалы, по праздникам айтқан кездері, өздері сұраған кездері по праздникам реклама. Сосын біздің таргетолог услугасы болады. Таргет сендер уже таргетолог керек емес. Таргетолог ашқаным керек емес. Оған зарплата төлемей ма? Иә, біз жіберіп отырамыз. Таргетін біз жіберіп отырамыз. Сондай, біздің, короче, от 0 до 100 дейін 99-ға дейін әкеп береміз. 99 болды. Міне полный, упакованныйсын, документтері қол қоямыз, патенттерін береміз, ашуға рұқсатын береміз. Помещениесін табады, ол жерде тауарлар жайғастырады. Все, алған біліммен жұмыс істе, деп андай кет қалмайсың, алған жұмыс істе, все. Бірақ 24-на жеті консультация бар. Маркетинг жағынан менімен сөйлесесің, жаңа шариктар жағынан, нау қалай деп сұрайтын болса, сотрудниктермен сөйлесе берсе болады. И біз фото, видео бәрін предоставлять етеміз. Біздің жақта ол жақтан енді басында мысалы фото, видео болмайды ғой. Ол
кез келген бизнес емес, вообще ешқандай бизнес өз готовый фото видеоларын бермейді, ешкім бермейді, өйткені ол оның тауары ғой. А біз соны франшиза ішіне кіріп береміз тауарларымызды, өзіміздің фотоларымызды, видеоларымызды береміз. Түсінікті. Еще айтпақшы, 3,5 миллион ішінен 3 миллион ол франшизаның бағасы, 500 мың ол открытие. Открытие екен 500 мың теңгесі. 500 мың мысалы, например, 17-сі күні біз уже бәрін реттедік па? Бұл жақта өзіміздің Аллаға шүкір достарымыз көп. Блогер достарымыз бар, әнші достарымыз бар. Кімнің қолы бос, кім бара алады, барлығын жолын, туда обратнысын бәрін төлеп, жататын жерлерін, тамақтарын бәрін төлеп, 500 мың соның ішіне келеді. Соны сен өзің организация етіп, мен организация открытие жасап бересің айтқанда, иә? Ана кісілер өзінің таныстарын, достарын халық жинайды. Біз айтамыз, ертең мысалы ана жерге Астанаға бара жатырмыз деп айтамыз, блогер достарым бар. Біз біріміздің открытиямызға тегін барып жүреміз ғой, ол кісілер де сөйтіп барады. Просто ол жерде еңбегі бар да, оның барғаны бар, басқасы бар. Барлығын төлейміз. Ол уже 500 мың ішіне кіреді. И реклама. Сол блогер достарымыз бәріне реклама. Түсінікті. Бір айлық оборот қанша? Праздниктің. Бір айлық оборот ма? 3-тен асады ғой. 3 миллионға жетеді? 3-тен асады, 3-ке жетеді ғой. Бұл кез келген бизнестің өзінің сезоны бар. Бұда осы бизнесте сезон бар ма? Бұл бизнестің айтып тұрмын, ең плюстары өте көп. Прям плюстарынан ең басты сезон емес. Например, көптеген бизнестерде 7 март болады, 7 май болады, Новый годта қанша шығады. Круглый год қой. Адамдар күніне мысалы Алматыда қанша, почти 2 миллион адам тұр ма? Күніне қаншама адам толып жатыр да. Қорытындылайық. Осы шар бизнесмен енді бастағысы келіп жүрген адамға сен беретін кеңесің қандай? Енді бастағысы келіп жүрген адамдарға бірінші просто айтайыншы. Мен мына қызық оқиғат берейін ба? Қызық айтпаймын. Короче, бұл жер кесесіндер білейін, просто мен өзім үшін ғой, айтып қойып тұр. Ол реклама үшін емес. Просто ең осы бизнес бастайтын кезде мен Жансерік деген досым бар, Қадырбаев. Сол всегда Құдайдан бір нәрсе белгі сұрап жүреді. Мен Шарик бастайтын кезде бір белгі сұрап жүрдім. Құдайым, маған осы бизнес берекесін алып келе ма, отбасыма береке бере ма, ата-анама асырай аламын ба, отбасыма асырай аламын ба, осы бизнеспен деген сұрақтар мазалап жүрді. Мен бір айдай болды, жұма сайын, әр дұға қалған сайын белгі сұрап жүремін. И бір күні жұмаға асығып баратсам, өмірімде ешқашан болмаған, ол болмайды да шығар. Мен машинам астына Шарик бүйтіп қыстырылып қалған. Ол қаншама жыл машина деп жүрмін, никогда қыстырылмаған Шарик. Жұмаға асығып баратам, и Шарик бүйтіп қыстырылып тұр да. Яғни қуаныштан жылағым кетті ана жерде. Жұмаға баратырмын. Қанша айдан сұрап жүрмін, бір айдан сұрап жүрмін. И берді да маған. Сұрап Шарикті алдым, машина салып жұмаға бардым. Осы белгі шығар дедім. Белгі болса ары жеңілдігін бере көріңіз дедім. Жеңілдікпен бастап кеттім. Ең біріншіден рисковать етіп үйрену керек, тәуекел етіп үйреніңіздер. Потом осы бизнесті, яғни Шарик бизнесін шын ниеттеріңізбен жақсы көріңіздер. Кәдімгідей андай адамдарға көңіл күй сыйлаймын, адамдарға бір қуаныш сыйлаймын, адамдардың қуанышына бір ортақтасам деген бір ниеттеріңіз всегда болу керек та. И всегда от души жасау керек. Өйткені өзің бір қуанышың болып жатқан кезде әдемі, барлығы әдемі болып жатса, без кипиш андай дейді, андай мысалы сен туған күнді ойлап жатсаң, торт келмей жатса, бір нәрсе отырса, напрягаться кетесің ғой. Сен де дәл солай ойлайды, біреудің туған күнін бұзбауға отырсыз, біреудің қуанышын бұзбауға отырсыз. Өзіңе жасағандай, от души прям жасап жібер. И мынандай нәрсе бар. Егер сен бір клиентті от души қабылдап, жұмыс істеп жасап, Шариктан жіберсең, ол саған 10 гарантированный клиент әкеліп береді. Оның өйткені 10 любой танысы бар, немесе туысқан інілері бар да, которые потенциальный сен клиенттерің қол. Потенциально. Өйткені ана жерден бір рет Шарик заказ береді, ой, тема екен, давай тағы сояқтан бере салайық та деп айтады да, уже потенциально 10 клиент әкеледі. Егер бір недовольный клиент, потенциально 10 недовольный клиент қой. Қой праздниктен заказ беріп қой жаңақ деп айтады да. Лучше бір клиентті от души отработать, саған 10 клиент әкеледі. 10 клиент отработать, 100 клиент әкеледі да. Осындай темалар бар да. Бірақ андай бұл мамандық ойлап қалмаңыздар, жеңіл деп ше, былай жеңіл деп. Бір оқып алу керек, міндеттер оқу керек, маркетинг болу керек, Инстаграммен дұрыс жұмыс істей алу керек. Сонда уже жасай берсеңіздер болады. Түсінікті. Рахмет. Все, аман есен. Құрметті достар, осымен іскердің жаңа шығарылымы аяғына жетті. Соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Құрметті достар, осы дәл қазір осы видеоны пауза қойып, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп кетіңіздер. Өйткені себебі сіздердің қолдауларыңыз біз үшін үлкен мотивация. Жаңа бизнесті көрсетуге, жаңа шығарылымдар жасауға. Рахмет.